балаңыздың салған суретіне қимыл қозғалыс бітіріп, оны мультфильмдегідей әсерлеткіңіз келсе, осы видео сізге арналады. Алдымен ғаламторға sketch.me деп жазып, бірінші шыққан сайтқа кіресіз. Ары қарай Get Started батырмасын басасыз. Тіл ыңғайлы болу үшін тілді ауыстырып алуыңызға да болады. Галереядан балаңыздың салған суретін таңдап жүктейсіз. Суретіңізді таңдағаннан кейін Next, яғни ары қарай батырмасын басасыз. Сонымен қатар қосымша ережелерін құптайтыныңыз туралы батырманы басып, ары қарай өтесіз. Осы жерден суреттің негізгі қимыл нысандарын анықтап аласыз. Яғни мына жерде енді бағдарлама өзі таңдап тұр. Егер қате болып тұрса, өзіңіз осылай реттеп алсаңыз болады. Мысалы, көзінің, құлағын, егер немесе басқа сурет болса, негізгі қозғалу нысандарын, нүктелерін анықтап аласыз. Нәтижесінде балаңыздың салған суреті түрлі қызықты қимыл қозғалыстарға еніп өзгере алады. Қимыл қозғалыстар төменде түрлі тақырыптарға қарай жүктелген. Мысалы, мен персонажға би қимылының бір түрін таңдадым, персонаж бізде билеп тұр. Сол секілді көңілді, секіру, жүру секілді тақырыптарда бірнеше қимыл қозғалыстың түрі бар. Бұл қосымшаны тіпті мектепте де пайдалануымызға болады, балабақшада да, яғни баланың салған суретіне осылай түрлі қызықты жан бітіріп, қимыл қозғалысқа түсіру арқылы балаға қызықты эмоция сыйлай аласыз. Ұнаған қимылды таңдағаннан кейін Share батырмасын басып, оны бірден әлеуметтік желіде бөлісе аласыз. Яғни кез келген WhatsApp-та, чатқа да жібере аласыз бірден, немесе өзіңізге сақтап қоя аласыз.